Ошық деген осы ма? Ошық деген осы. Бұнымен жібереді. Жүнді үйреншіп қылады. Бізде айтпек. Айтып беремін. Ертеде, ешкі жүді бөртеде бір ауыл болды, шаһар. Ода қалаған аң құстар өмір сүрген. Сон бір күні дауыл болып, жел болып, жаңа құстардың шатырлар нелері, жаңа ұялары бәрі балапандарын ұшырып алып кетеді. Сон үйрек басқа мекенге ауысайын деп жолда келе жатса, бұған тауық кездеседі. Сосын үйрек қайда баратсың деп дейді. Үйрек айтады, менің жаңа кеше дауыл болып орманда біздің балапандарымды ұшырып алып кетті, соған басқа мекен іздеп баратырмын дейді. Тауық айтады, иә мен де онда мені бірге ілесіп, менімен бірге, сенімен бірге кетемін деп дейді. Сөйтіп келатқанда алдарынан қаз шығады. Қаз. Үйрек балапан жаңа ненің тауықты. Ол да айтады, мені сөйтіп кеше орманда дауыл болып, мені балапандарымды ұшырып алып кетті, соған ренжіп, мен де басқа мекен іздеп жатырмын, сендермен ілесіп кетейін дейді. Сол үшеуі келатады, үшеуінің алдынан түлкі шығады. Түлкіні білесіңдер ғой енді. Ол қу түлкі деген атағы бар. Сосын олар да айтады, біз сөйтіп жаңағы басқа мекен іздеп кетіп жатырмыз, балапандарымызды кеше дауыл ұшырып алып кетті дейді. Сонда мен де сендермен бірге барайын, менің апаным бар, сол апанымның ішінде жайлы қоныс бар, соған өмір сүреміз деп сөйтеді. Сосын олар соған сеніп, жаңа түлкіге, жаңа қаз, үйрек, тауық үшеуі түлкіге ілесіп апанға келеді. Апанның аузына келгенде түлкі айтады, мына бірі ғана аяқ жол, соған бір-бірлеп кіруіміз керек. Әйтпесе бәріміз бірден сыймаймыз дейді. Соны бірінші өзі кіреді, сосын сендер артынан кіресіңдер дейді. Тауық кірген бойда түлкі шап беріп, аңдып тұрып, тауықты ұстап алып жеп қояды. Түсіндіңдер ме? Сосын екінші қаз кіреді. Оны да түлкі шап беріп, ұстап жеп қояды. Үшінші болып кім кіреді? Үйрек кіреді. Тауықпен кім кірді ғой? Үйректі де тауық ұстап алады. Жеп атқан кезде төртінші қоян. Көріп қалады да қашып кетеді. Түлкіге ұстатпай. Содан бері түлкі қу түлкі деген атаққа ие болады. Оған қазір ешкім сенбейді, алдап кететін болған. Айлакер. Қандай ертегі айтты бұл әже? Қу түлкі дегенде